Сәлем достар, сіздермен бірге Райхан. Бүгін сіздерге өте дәмді, ерекше, жұп-жұмсақ болып шығатын сүзбелі сочниктің рецептімен бөлісемін. Олай болса бастайық. Бисмилля. Бізге алдымен қант қажет және бір жұмыртқаны салып, екеуін жақсылап көпіргенше араластырамыз. Келесі ингредиентіміз сұйытылған сары май және 60 грамм қаймақ қосып жақсылап араластырамыз. Міне осындай әдемі болып шығуы керек. Келесі бізде 300 грамм ұнды салып, 1 шай қасық разрыхитель салдым және 1 шай қасық ванилин қосып жақсылап қолымызбен қамыр елеміз. Міне достар, біздің қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ, әдемі болып шықты. Енді салмасын дайындаймыз. 300 грамм творогты алып, үстіне қант салдым. Кукурузный крахмал қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Бір шай қасық ванилин қостым және творогты жақсылап езетін менде блендер болмағандықтан шанышқы немесе қасықтың көмегімен жақсылап тұрып творогты араластырып аламыз. Осындай жұп-жұмсақ әдемі болып шығуы керек. Енді қамырымызды осылай 2 бөлікке бөлеміз. Жайып шықтым. Ешқандай ұнның қажеті жоқ, себебі қамырымыз қолға жабыспайды. Көлемі осындай болып шығу керек. Чайниктің қақпағымен осылай форма жасадым. Қолымызбен жақсылап тұрып, қамырды жайып, енді начинкасын саламыз. Қатты жабыстырмауымыз қажет. Арасының кішкене ашық болғаны дұрыс. Енді бір жұмыртқаны жарып, осылай араластырып, бетіне жағып шығамыз. Пешімізді 180 градусқа қыздырып дайындап қоямыз. Жиырма 5-30 минутқа 180 градуста қызып тұрған пешке салып алдым. Міне достар, біздің сүзбелі сочнигіміз дайын болды. Өте дәмді, ерекше болып шықты. Жасап көрсеңіздер болады. Бетіне сәндік үшін сахарный пудра қоссаңыздар болады. Мен қоспадым. Ас болсын.